Ауа райы салдарынан орын алған көктайғаққа байланысты мектеп оқушылары мен колледж студенттері 9 қаңтардан бастап қашықтан оқыту форматына көшті. Бұл ретте білім алушылар үшін арнайы платформалар жұмыс істейді. Атап айтар болсақ, Дарын онлайн, Білімленд, Zoom сияқты интернет ресурстар пайдаланылады. Қалалық білім бөлімінің мектепке дейінгі және орта білім беру секторының меңгерушісі Ғалия Нұрғалиеваның айтуынша, барлық жұмыстар қашықтан оқытудың әдістемелік ұсынымдарына сәйкес жүргізіледі. Вследствие, прежде всего, неблагоприятных природных условий и Ең алдымен ауа райының қолайсыздығына байланысты міндетті түрде төтенше жағдайлар басқармасымен келісе отырып, метеожағдай көрсеткіштеріне сәйкес оқушыларда қашықтан оқыту форматына ауыстыру жүргізіледі. Ескерту метеожағдай параметрлері бойынша таңғы 6-да және күндізгі 11-де жүргізіледі. Бұл уақытта 6-дан 7-ге дейін бірінші ауысым мен екінші ауысым туралы ескертулер беріледі. Білім беру ұйымдарында желдің жылдамдығы секундына 2 метр, ал ауа температурасы 20 градус 0-ден төмен болғанда, бірінші сыныптар үшін сабақ тоқтатылса, 32 градустан төмен дегенде 5-9 сыныптарда, 34 градуста 10-11 сыныптарда және 1 және 2 курстағы колледж студенттеріне сабақ болмайды. Бұл ретте тұрғындардың да пікірін білген едік. Дело в том, что дети, им удобнее, как и поступают. Балаларға мұзда жүруге, суықта жүруге болмайды. Ыңғайлысы үйде болу. Олар ешқайда кетпейді, құлап қалады деп алаңдамаймыз. Үйде оқи берген дұрыс. Бастысы сабағын оқыса болғаны. Егер үйде мектептен гөрі жақсы болса, неге үйде жұмыс жасамасқа? Буквально положительно отношусь, потому что очень скользко. Я сама вчера... Жол өте тайғақ болғандықтан қашықтан оқыту дұрыс деп санаймын. Кеше өзімде 2 рет құладым. Темір қоршаудың жанында 1 рет ол басыма тиіп кете жаздады. Бұл қауіпті. Балалар үшін тайғақ қауіпті. Құлап кетіп бір жерін сындырып алуы мүмкін. Я соблюдаю, можно сказать, эти... Мен аяғым тайғанамас үшін сақтық шараларын қолданамын. Бірақ қашықтан оқыту маған ұнамайды. Оқушылар үшін ұзақ 90 қала мектептерінде қашықтан оқыту жүйесімен басталды. Айта кетейік, ауа райының салдарынан сабақтың онлайн форматқа ауысуы уақытша болмақ. Шұғыла Сұлтанмахмұдова, Талшын Шәкіртхан, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.